Өткенде бір подписчиктермен кездесу өткізіп отырсам, бір бойжеткен қыз сұрайды да менен: аға, жалпы бір есеппен тұрмысқа шығу керек па, әлде бір ессіз сүйіп қосылу керек па ертегідей деген сияқты. Мен айтқан болар едім, менде бір махаббат болу керек, сезімді мен жоққа шығармаймын, онсыз тұрмысқа шығуға болмайды. Бірақ есептемей, суық ақылды қоспай, өліп өшіп жанып, светомузыка болып маргат етіп отырып та тұрмысқа шығып кете салуға тағы болмайды, от слова совсем болмайды. Егер қыздар сіздерге бір жігіт тұрмысқа шығуға ұсыныс жасар болса, ол жігіттен бірінші кезекте ол жігіттің бір өмірлік стратегиясын, планын сұраңыздар. Кәдімгідей сұрақтың астына алыңыздар. Вообще неғып мен алғым келіп отыр? 5 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? Үй аласың ба? Қандай үй аласың? Жер үй аласың ба? Этаж үй алатын ба? Этаж үйде тұрсақ, ол ипотеканы қандай ақшамен жабасың? Жер үй болса, ол үйдің жерін сатып алдың ба? Қаяқты көздеп жатсың деген сияқты ана жігітті әбден тергеуге алып, әбден састырыңыздар. Керек десеңіздер, бір сұрақтарыңыздың бір списігін жасап кеп дайындалып бару керек ондай кездесуге. Үйдегілер біледі ғой, бара сол кезінде көрейік та, уақытысында көреміз, оны неғып менен қадалып сұрақ қалдың деген жігіттен бар ғой қыздар. Шаңдатып, шаңдарыңызды аспанға көтеріп тұрып қашу керек. Өзінің ертеңгі өмірін не істейтінін білмейтін жігіт бар ғой, ертең сіздің өміріңізде бала шағасының өмірін, болашағын қайтып құрмақшы ол жігіт. Жалпы четкий планы, өмірлік стратегиясы бар жігіт тұрмысқа шығуға негізгі кандидат деп ойлаймын. Ондай жігітке арқа сүйеуге, өмірлік жарым деп етегінен ұстауға әбден болады деп ойлаймын қыздар.